Мұхаммед пайғамбарымыздың елінде жоқ қасиет қазақта бар. Бауыржан Момышұлы. Қазақ еш уақытта көшпенді болған емес. Қазақ отырықшы. Ол сығандар секілді бір елден екінші елге көшіп жүрген жоқ қой. Өз жерінде малдың ыңғайына қарай жаз жайлауына, қыс қыстауына қоныс аударғанда көшпенді деп оттап жүр. Қазақ жалқау болса мал баға ма? Мал оның өмір сүрудегі ең негізгі көзі. Ол ғасырлар бойы өзін ғана емес, көрші елдердің халқында етпен қамтамасыз етіп келді. Малды өсіруі, егін салу, балық аулау жалқаудың қолынан келе ме? Оны оңай деп кім айта алады? Малдың бабын табу, жаздық күздік жайлауын, қыстауын таңдау, қай жерге қалай жаю, жейтін шөбін анықтау, ауырған малды емдеп жазу, айсыз қараңғы түнде жұлдыздарға қарап сапар шегу, қыран құс тұлпар баптау, ауа райын болжау, сырқатты емдеу, көкпар тарту, бәйге, күрес, асық, ақсүйек тағы басқа ойындарды ойлап табу дегенің білген адамға жатқан ғылым. Оны игеру үшін ақыл, тәжірибе, өте еңбекқор жандардың толассыз ізденісі керек. Қазақ көшпенді, жалқау деп халқымыздың өмір сүру кәсібінен хабары жоқ. Жеңіл ойлы ақымақ немесе ұрпағымыздың жігерін жасыту үшін қаскөй арамзаның айта салған сандырағы. Соны желөкпе тайыз-немелер іліп әкетіп әлі күнге дейін жалаулатып жүр. Ғасырлар бойы қазақты кім асырады? Жаудан, даудан кім қорғады? Ол өзін-өзі асырады, өзін-өзі қорғады. Бұл жалқаудың қолынан келе ме? Бұрын бүгінгідей газ, электр қуаты, мұнай, көмір болған емес. Алтай қыстан қысылмай шығу үшін 4 түлік малға қоражай, шөп, отбасына отын дайындаған, малдың қиынан тезек жасауды ойлап тапқан. 4 түліктің сүтінен айран, шұбат, қымыз, қаймақ, сарымай, құрт, ірімшік, жент әзірленген. Мұның бәрі асыл тағамдар. Бабаларымыздың ірі, ақылды, алғыр, тапқыр, табанды, батыл, денсаулығының мықты болуының бір себебі осы ішіп жеген тамағына да байланысты. Қазақ жалқау болса, осыншама жердің иесі атанар ма еді? Осынша данышпанды тәрбиелеп өсірер ма еді? Бүкіл түркі елінің қара шаңырағы бола алар ма еді? Мұхаммед пайғамбарымыздың елінде жоқ қасиет қазақта бар. Ол жақта бір емшек ембеді деп ағасының ұлы інісінің қызына үйлене береді. Ал қазақта 2 жастың 7 атаға жетпей тұрмыс құруына қатаң тыйым салған. Тыйым салуға ақыл парасат, еңбек керек пе? Керек. Ақыл парасат еңбек еткен адамда ғана болады. Ал жалқауда ақыл парасат болмайды. Пікір иесі Бауыржан Момышұлы. Алла рахымына бөлесін. Мәтінді дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.